Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге жұмыртқаны қуырып, құймақ тәрізді етіп жасалған өте дәмді сыр қосылған осы салаттың рецебімен бөлісемін. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Бұл салатты жасау үшін ең алдымен жұмыртқаны алып, ағы мен сарысы біріккенше араластырамыз. Енді осы жұмыртқаны дәл құймақ тәрізді етіп, табаны алдын ала қыздырып, бөліп бірнеше рет пісіріп аламыз. Менде жұмыртқаның көлемі үлкен болғандықтан 3 рет бөліп пісірдім. Достар, менің каналымда бір жасағаннан шығатын өте жеңіл, көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Екі беті піскенше аударып пісіріп алып, дайын осы жұмыртқаларды дәл осылай етіп үшбұрыштап тураймыз. Барлығын турап болғаннан кейін оны бір ыдысқа саламыз. Келесі кезекте колбасаны да дәл осылай етіп үшбұрыштап бірдей көлемде бөліп алдым. Жұмыртқа мен колбасаны үшбұрыштап турап болғаннан кейін сырды да осылай етіп жіңішкелеп үшбұрыштап тураймыз. Қияр мен қызанақты да дәл осылай етіп жіңішкелеп үшбұрыштап тураймыз. Қызанақтың суы шықпас үшін ортасындағы сұйықтарын бөліп алып, шетіндегі кесектеу жерлерін турадым. Барлық ингредиенттерді үшбұрыштап турап болғаннан кейін ең соңында дәл осылай етіп чечил сырын ұсақтап бөліп ажыратып аламыз. Дәміне қарай аздаған тұз қосып және де 3 ас қасықтай майонез қосып араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Мен әдемілік үшін аздаған ас көк септім. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза отырыңыздар.